Ассалаумағалейкум барларына. Мені Талдықорғаннан шығып барамыз. Қазір Алматыға барып, Мұхтардың үйіне. Таңертең 5:45-те аэропортқа барыстайды. Содан Астанаға ұшамыз тойға. Ерқанат пен Нұржанардың тойы. Тойлатып, бәрін тамашалап, солай жол сапарға кетіп барамыз. Всем салам алейкум. Вот выезжаем с Талдыкургана, едем в Алмату. Завтра утром 5:45 улетаем в Астану на свадьбу. Всем счастливых путей, мягкой посадки. Малина, клубника, лишь малина, хатра, варенье, варенье. Нур-Султан. Вылет 5:45. Арыстан. Регистрация жүріп жатыр. Б06-0708. Статус посадки. Машина.
Доставки увеличилось время сроком. Столик собран, скамейка кресла поднята. Я опасный зал, который waiting, please hold the spots until one start to the right position. Облачно, да, здесь? В Астане облачно, салқын. Астаналықтарға сәлем. Уважаемые дамы и господа, уважаемые международные порт-города Краснодар. Место обычно 7 часов 15 минут, температура воздуха 19 градусов выше нуля. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах. До отвечания тепла пристегните вырезные ремни. Будьте осторожны при обмене граждан. Kevin Group, Aero Procedure. Тормозишь, Нұргүл. Ты түсіріп келе жатырмын. Астанаға келдік, Астана. Қазақстанның Астанасына. Соңғы рет Целиноград болғанда келген. Көбіге тығар, біз бірінде қалып қалдық қой, соғасын. Алло.
Iya, aeroporttan çıktım ben. Samolyot kişinin erterek kondu. Tamam. Жарты саатта болмам. Ана бір небос күреп бұлтқа кіріп тұр ғой. Зажигалка деген бе? Абу-Даби Плаза қазір Қазақстан, Раша Қазақстан деп аталып. 77 этаж. Неге екен бұлт тұр ғой үстінде? Бұлтқа кіріп тұр еді. Сол кезде бәрі жұмысқа барған. Кішкентай ол. Ана астында бүйткен аркалары бар. Аквариум ғой енді. Астынан өткенде көресіз. Жанынан көресіз сондай ғана. Ата қандай огромный емес. Объектив такой. Москва дейді ғой. Ана жерде Қытайдың крышасы. Буддизм. Қатты, ішінде қатты жоқ. Сыртта көп ана, сыртта. Дом министерство ғой мына қазір. Дом министерство. Екі болсын, өтіп кетіп жартысы, мынау жартысы. Осының бәрі дом министерство. Қазір жер бөлек-бөлек подъезд. Үстінде жазып тұр шаруа, ауыл шаруашылығында. Осыдан өтеміз, сол жерде, сол асты уже өзі. Бер жағын правый берег дейді, осы. Бер жағы левый берег. Мынау левый берег. Новыйдан салынған левый берег, ескісі правый берег. Есіл. Парктер ғана бізде айтпақшы ағаштар бар. Басқа көшеде ағаш аз еді. Свадьба қайда болды? Ауылда болды ма? Күн бәріне. Күндерің сәтті өтсін. Астанаға ұшып келдік мына коттеджға. Ертең той болады. Бүгін коттеджде демалып жатамыз, тойды тосып. В Астане в коттедже лежим. В кожаном кресле. Күндерің сәтті өтсін. Жұма қабыл болсын. Жұмадағы тілектерің қабыл болсын. Астанаға ұшып келдік. Қазір міне коттеджде демалып отырмыз. Коттедж жалдап қойыпты. Астында құдалар келіндер жүр, тамақ жасап. Ертең той. Сол тойға дейін жатамыз енді коттеджде. Большой коттедж, екінші этаж. Астананың шетінде Көктал деген микрорайон екен, соның шеті. Рум-тур сделай. Көктал микрорайонның шеті, мына жерде трасса. Қазақ үй тұр екен, комплекс целый. Шаңырақпен. Қызылордадан құдалар келіп жатыр. Біз Талдықорғаннан келгенбіз. Мында тұр. Астананың шеті. Застройка бәрі жана.
Ана Қызылордадан құдалар келді. Қазір коттеджге кіреді. Ертең тойға дейін коттеджда дем алып жатамын. Осылай қонаққа кіріп жатыр. Қайда кеттіңіз? Мында кухня, чай ішуге. Мына кухня мына жерде. Мне на жақ мост нар жағы левый берег. Но первый президент первый несі музей первый президенті. Мына район Самал деп аталады. Мына жер ескі болса да, бірақ набережный ғой, сондықтан жақсы ценится. Мына жақ полный болса, набережка. Жаман атын солай не шығар? Атын ойғандықтан солай. Бұрын самый крутой болатын мынау. Қазір қайда? Бар ғой, бәріміз байланыстырады. Дальше Ақордаға дейін. Оған қазір келеміз. КТЖ, анау здание, ана кітап сияқты тұрған КТЖ-нікі, темір жол. Қазақстан темір жол. Казмедиа бар қасында. Хилтон парк. Норма зажигалка. Зажигалка норма. Алаңы масқара үлкейтіп тастаған, иә? Мәңгілік ел. Көлеңкенің өзі 40 градус болып тұрады ғой, көлеңке
Туристо, астанисто. Нұргүл қайда ұйықтап отыр ғой. Астананың орталығына келдік. Орталығы болғанда мына жерде небоскреб тұр, и бәйтерек. Вот мы возле Байтерека и небоскреба у Астаны. Вечерняя прогулка. Вот. Самое высокое здание в Астане, по-моему. Казахстан. Байтерек. Нургуль, давай, давай. Жапырағын жайған байтерек. Высота 100 метров. Оно ванчаки. Сегодня Байтерек, завтра океанариум. Байтерекке шығамыз ба, шықпаймыз? Байтерекке шығамыз ба, шықпаймыз? Очередь көп. Мира, қайда құрсын? Сөйтіп өлдің Мира, шаршадым менде. Закат көрейік, закат. Вечерний Астана. Туристо, Астанисто. Салам из Астаны. Кештерін сәтті өтсін. Бүгін Байтерекке кіреміз, ертең океанариум. Вход отсюда, да? Очередь. Вон зажигалка на закате. Сейчас пройдем сюда, пройдем. Кірін десек, мені очередь көп екен. Длинная очередь. Закат көрейін деп едік, закат посмотреть хотели. Неохота заходить. Здесь очередь, внутри очередь. По 7, по 10 человек. Нафиг надо. Ассалаумалейкум жігіттер, қайырлы кеш бәрі. Астанадан сәлем. Салам из Астаны, гуляем, вечерняя прогулка. Сзади самое высокое здание. Вон там, где зажигалка. Байтерек. Круганемся. Кештерін сәтті өтсін. Али қара джип сатып алыпсың ғой.
иә